Жалпы бізде 5-ші сызбада турбина сызбасында ПСГ дегенді өттік. Яғни подогреватель сетевой горизонтальный. Оның қызметін де білесіңдер. Яғни подогреватель сетевой горизонтальный бізде қаладан келген потребительден келген суды жоғалтып, отоплениеға, сосын ыстық суға ГВС-ке жылыту үшін керек теплообменник. ПСГ бізде парда ЦСД-ден алады, яғни ЦСД-нің ПНД1-ге, ПНД2-ге берген отборынан қосымша ПСГ-ларға да алады. Подогреватель сетевой горизонтальный. Енді жылулық желілері, яғни осы ПСГ-лардың сызбалары. Былайша айтқанда теплофикационная схема 6-ші сызба. Жалпы теплофикацияның жылу желілері қандай турбиналарда? Жылу желілері бізде ПТ турбиналарда болады, яғни расшифровка тағырын производственный теплофикация. Яғни турбинада өңделген бу бізге өзі ротор айналғанда, яғни ол генератордың роторынан электроэнергиясын береді, ол электрик жарық береді. Енді ПТ турбина қандай? Производственный теплофикационный турбина. Яғни екі отборы болады. Бірінші производственный, яғни производствоға отбор береді. Производство қандай производство? Ол болуы мүмкін кирпичный завод, немесе теплицалар әртүрлі, немесе цементный завод жанындағы производстволарға, өндіріс орындарына булды береді. Екінші бізде жалпы осындай турбиналы, турбиналы болады, ол противодавление турбина, ол жалпы көп тетістікке кездеспейді. Бізде основном кездесетін ол ПТ турбиналары, Қазақстанның тетістерінде. К турбиналары ол грейстерде үлкен электроэнергиясын өндіру үшін керек. Енді жалпы схема қандай? Өткенде сендер ПСГ-ны өттік. ПСГ-ны білеміз. Көк бұл сетевой насос. Обратканың сетевой насосы, мынау қалаға баратын сетевой насос. Қаладан яғни су келеді, отопление, ГВС-тен сулар келеді, бұл сетевой насостар арқылы температура 50-60 келеді. Сосын ол бізде былайынан өте барады. ПСГ-ға барып өткенде. ПСГ. Подогреватель сетевой горизонтальный. Бұл ПСГ-ның қызметі қандай? ПСГ-ның қызметі суды қыздырып береді. Қызды өткенде мен сендерге жатаспау үшін айттым, просто отопление ГВС үшін. ПСГ-дан бөлек тағы да ПСВМ деген бар. Подогреватель сетевой вертикальный. ПСВМ. ПСГ-ның айырмашылығы қандай? ПСГ деген бұл суды жылытады, яғни суды 50-60 деген суды 80-90 градусқа дейін қыздырады. Бұл 80-90 градустағы су ыстық су. Мысалы біздің потребительдерға баратын ГВС, горячая водасына дейін. Осыған осы температура жетеді 80-90. Бұл ПСГ-лар бізде жалпы жазды күні де қысты күні де істеп тұрады. Әсіресе ПСГ-1-лер жазды күні істейді, ПСГ-2 қысты күні ғана қосылады, 2 ПСГ нагрузка болғанда. Жазда ПСГ-1-мен ғана істейді. Бұл ПСГ-дан кейін қайда барады? ПСГ-дан кейін 2-ге бөлінеді. Бір жақ трубалар ол насостарға кетеді, сетевой насостарға. Екінші бөлігі бізде сонымен қатар бізде ПСВК деген бар. Подогреватель сетевой котельный дегеніміз ол котельщиктерді котельник сияқты суды қыздырады. Основной магистральға түседі, яғни потребительдерға қосып. Мынау ПСГ-1-ден ПСГ-2-ден шыққан сулар қыздырылады 60-тан 80-90 градусқа дейін. Сосын екі жаққа бөлінеді. Бір жағы
ПСВК-ға барады. Яғни подогреватель сетевой, водогрейный котельный. ПСВК-дан олар су жаққа қыздырылып, водогрейный котельныйдан основной линияға түседі. Линия магистральный, тепловой магистраль, яғни потребительдерге баратын линия. 150 градусқа көтеріледі сол жерде. 150 градуспен барады. Сосын одан кейін екінші бөлігі ПСГ1, ПСГ2-ден шыққан бөлігі насос. Мына жақта насостарға барады. Ол жерде жаз задвижка жабық тұрады. Секционный задвижка, ПСВМ-ға баратын задвижка жабық тұрады. Ол насостан шыққаннан кейін бірден былайынан барып, через водогрейный котельный қыздырылып, основной линияға түседі. Қыздырылып, былайынан барады, сосын основной линияға түседі. Мына жақтан ол водогрейный котельныйда қызған су барлығы бірге қосылып, потребительдерге кетеді. Егер қысты күндер, яғни отопительный сезондарда мына секционный задвижканы ашамыз. Секционный задвижканы ашып, мынаны жауып қоямыз. Яғни бұл жазды күні ғана мынаны ашамыз. Керісінше мына задвижканы жауып, ПСВМ задвижканы ашамыз. ПСВМ подогреватель сетевой вертикальный. Яғни ол отопленияға баратын суды қыздырады. ПСГ деген ол тек қана ыстық суды қыздырса 80-90. ПСВМ деген 150 градусқа дейін отопленияға баратын суды қыздырады. ПСВМ-ді қысты күндері қыздырылып, яғни максимальный нагрузкада қыздырылады да, ол линия основной магистральға барып, потребительдерге 150 градуспен кетеді. Сосын 150 градуспен кетіп, ол қайтадан обратка болып, сетевой насостармен келеді. Жалпы барлық основной понятие осыны білсеңдер, кетеді. Арарайғы 30-те жұмысқа тұрсаңдар, жұмыс істесеңдер, дальше үйрететсеңдер. Основной он қанша задвижка қалай асылды. Маған основной процессын білсеңдер болды. Обратка қалай келеді, ПСГ-ларға қалай барады, ПСВМ қай кезде қосылады, ПСВ-дан қайда барады, водогрейный котельный керек не үшін? Осы основной схема. 6-шы схема осы.